Автобустан түскен соң үйге нан алу керектігі есіне түскені қандай жақсы болды. Әйтпесе үйге барып қайта шығар еді. Дүкеннің есігін аша беріп, ар жақтан шығып келе жақтан жанға жол бермекші болып ығыса берді. Кенет Әсем деген таныс дауыс құлағына шалынғанда жүрегі дір ете қалды. Мына дауыс таныс қой, шынымен де сол ма қой, мүмкін емес деген ойымен басын көтергенде, қарсы алдында тұрған таныс бейнені көрді. Дәл өзі, түк өзгермепті, шамалы толысқандай ма қалай өзі, қанша жылдар өтсе де, өңін бермепті. Әсем, сен бе, шынымен де сен бе? Деді. Ағай, сіз бе, көрісетін күнде болады екен ғой. Бұл қалада қайдан жүрсіз? Іссапармен келгем. Бүгін ауылға қайтамын. Өзіңде нендей жаңалық? Өзгеріпсің, әдеміленіп кетіпсің. Жұмыстасың ба? Жеке өмірің қалай? Шүкір, жұмыстан келе жатқан сол. Жеке өмір туралы сұрамасаңыз болмай ма? Ол жағы құпия болып қалсын деп жымиды. Жүріңіз, үйім осы маңда. Шай ішіп кетіңіз. Ниетіңе рахмет. Кешкі пойызға билет алғам. Келесі жолы болмаса. Жақсы, онда мен жүрейін. Пойыздан кешігермін. Ал, сау бол деп жылы жымиып қоштасты. Жалғасы бар. Аялдамаға қарай аяңдап басып бара жатқан жанның артынан қарап тұрып, ойына осыдан 10 шақты жыл бұрын орын алған оқиға оралғаны. Бері жүрші, саған бір нәрсе айтайын деп едім деп қолынан тартқылағанда селк ете қалды. Көңілді отырысқа есі кетіп отырған соң орнынан қозғалғысы келмеді. Сыныптасы қояр емес, қолынан тартқылап. Жұрт назары өздеріне ауарын түсінген соң, амалсыз еріне басып қозғалды. Марат қолынан сүйреп аула артына қарай алып келді. Ей, қараңғыда не істемексің, мұнда неге алып келдің, жібер қолымды деп бұлқына бастады. Мен еді шақыртқан деген дауысты естіген соң тынышталғандай болды. Алдында тұрған жанды қараңғыда байқамапты. Бірақ дауысы сондай таныс. Артына бұрылғанда Мараттың ізінде таппады. Тынышталшы, мен еді шақырып берші деген. Өзіңмен қатты сөйлескім келді. Бүгінгі кеште өзіңді тіпті танымадым десем де болады. Әдеміленіп кетіпсің. Бұрыннан да сүйкімді едің, бүгін ерекшесің. Мұнда үн жоқ. Жүрегі дүрсілдеп барады. Қарсы алдында тұрған сол ағай екенін түсінді. Неге шақырды екен? Не демекші екен? Сенімен сөйлесіп жүрген бір жан бар деп естідім ғой. Рас па? Мен ауылда болмаған 4-5 айдың ішінде осынша өзгеріп кеттің бе? Оқу бітіргенше мұрсат беріңші деген сөзіңше. Әлде ол менен ерекше ме? Ештеңенің байыбына бармастан айыптап ала жөнелген жанға қырсығып, үндемей тұрып қалды. Басқаның сөзіне сенбей, өзіңнен сұрамақшы едім. Рас сияқты ғой, үндемегеніңе қарағанда. Онда не дейін? Бақытты бол. Не дейсіз деді бұл жұлып алғандай. Бақытты бол, басқамен. Бар айтарым осы. Рахмет, міндетті түрде бақытты боламын деп тістенген бұл, бұрылып алып жүгіре жөнелді. Жалғасы. Бұл ұнатқан жан осылай айтуы мүмкін бе, неге байыбына бармады? Өзімде қызықпын, ешқандай басқаның жоқ екенін, ол адамның бетін қайтарғанымды неге айтпадым? Тіпті бақытты бол деп қояды ғой. Несі бар, сіз де бақытты боламын, қарада тұрыңыз деп таң атқанша дөңбекшіп шықты. Таңды қарсы аламыз деген сыныптастарынан қалып қойғаны бекер болған екен. Енді міне, манағы оқиға есінен шықпай көңілі құлазып жатқаны. Бастапқы әзірде тәжірибеден өтіп жүрген ағайының сабақ үстінде бұған ұрлана қарайтынын байқамапты. Кейін бірте-бірте ағайы екеуінің көздері түйісіп қала беретін болғасын, ыңғайсыздана бастады. Ұрлық жасаған жандай қызарақтап қалатын. Қыздар да қу ғой, осы ағай саған көп қарайды ғой деп мазақтауларын қояр емес. Бұл болса қойыңдаршы, жай қарайтын шығар. Ол ағай, мен оқушымын деп ақталатын еді. Көбіне үйден шыға қоймайтын мұны бір сыныптасы кешкі биге шақырмасы бар ма? Ата-анасынан сұранып еді, қарсылық білдіре қоймады. Тәуір деген киімін киіп, би кешіне келген бұған бәрі таңырқай қараған. Би кеші аяқталған соң, шақырған сыныптасын күтіп есік алдында тұрған мұны біреу келіп жетектеп ала жөнелсін. Кім екенін аңғарып үлгермеді. Қолы жып-жылы екен. Жетектеп келеді, тоқтар емес. Кімсің, жібер қолымды, Марат сен бе? Неге сүйреп келесің? Тоқтасаңшы енді.
Клуб алдына жиналған жандардың қарасы үзілді ау дегенде сүйреп келе жатқан жан тоқтай қалды. Мен ғой. Қорықпа, тиіспеймін. Тек сөйлесейін деп едім. Осылай жасамасам. Басқаша мүмкіндігім болмады. Би кешіне де келмейсің, не кешкі серуенге шықпайсың, нағыз үй күшік екенсің. Сенімен сөйлесу үшін Маратты жұмсауыма тура келді. Сөйлеп жатқан жанның ағайы екенін даусынан таныды. Ағай, сіз бе? Дәл таптың. Бірақ ағай демеші. Оңашада атымды атауыңа рұқсат. Мен тіпті ағай емеспін ғой. Тек тәжірибеден өтушімін. Дипломды енді аламын. Сонда да бізге сабақ бересіз ғой. Қолымды жіберіңізші. Қатты қысып алдыңыз. Менің үйге қайтуым керек. 5 минут уақытыңды қишы. Үйіңнің қасына барып қайтып жүргеніме біраз уақыт болды. Өзіңмен сөйлесейін деп едім. Шыныңды айтшы, жігітің бар ма деп төтесінен қойды. Оны қайтейін деп едіңіз. Жауап беруге міндетті емеспін. Әрі сіз ағайсыз. Сұрағыңыз қызық екен. Ағайлар оқушылармен олай сөйлеспей. Біріншіден мен әлі ағай емеспін дедім ғой саған. Екіншіден сабақ уақытынан тыс сөйлесіп тұрмыз. Үшіншіден сен маған ұнайсың. Сондықтан білгім келді. Сіз тым жылдам екенсіз. Керісінше сіз маған ұнамайсыз. Жіберіңіз. Кетуім керек деп даусын қатты шығара бастады. Білем, сен ешкіммен сөйлеспейсің, бәрін сұрап алғам. Енді бүгіннен бастап сен менің қызымсың. Айттым болды. Мен саған үйленемін. Жазда диплом аламын. Қаласаң тойды бірден жасаймыз. Охо, қатты кеткен жоқсыз ба? Менің оқуым ше, әрі сізге күйеуге шығатыныма сенімдісіз бе не деп ашулана бастады. Ашуланғанда тіпті сұлуланып кетесің деді ағайы. Қараңғыда қайдан көріп тұрсыз? Тіпті мен сізді тек даусыңыздан танып тұрмын деді бұл. Өзіңді бақылап жүргеніме біраз болды. Сабақ үстінде байқамайсың ба не? Болды, айттым, сен менің қызымсың. Басқа ешкіммен сөйлесуші болма. Тек өзіме ғана қарайтын бол. Ертеңнен бастап сабақ үстінде саған қарауды қоямын. Бірақ басқа уақытта екі көзім сенде болады. Осылай би кешінде кездесеміз. Жүр енді үйіңе жеткізіп салайын деп қолынан ұстай алды. Мұндай әрекетті күтпеген бұл дыбысын шығара алмады. Үйге келген соң жүрегі тыпыршып болды. Не болып кетті өзі, жігітпен жүрмеймін деп өз-өзіне серт бергені қайда? Ағайына қарсы сөз айталмағаны несі? Қызық, менің қай жерімді ұнатты екен? Миында мың сұрақ болса да жауабын табалмасын білді. Осылайша би кешінен қалмауды шығарды. Ағайы сабақ үстінде көзінің қиығында салмайтын болды. Уақыт зымырағаны соншалық, 2 ай деген 2 күндей болды. Бүгінде би кешінде кездесерміз деген оймен шыққан бұл ағайын көре алмады. Кештен соң Марат сені жеткізіп тастайын, мынау саған деп қолына қағазды қыстыра қойды. Үйге жеткенше асықты. Бөлмесіне келе сала шешінбестен қағазды оқи жөнелді. Ағайынан екен. Аяқ асты шаруалары шығып қалаға тезірек қайтуы керектігін, қысқы демалыста келетіндігін, өзін күтуін жазған екен. Бауырларымен теледидар алдында кино көріп жатқан. Терезе қағылды. Атанасы қонаққа кеткендіктен сырттарынан құлыптап кеткен. Үркектей қараған бауырларына, жата берің, кім екенін сұрап келейін деп сыртқы есікке беттеді. Сырттың жарығын жағып, кім екен? Деп дауыстады. Мен ғой, деді таныс дауыс. Сіз бе, қайдан жүрсіз? Атанам сыртымыздан құлыптап кеткен. Білемін, өзіңнің дауысыңды естігенше шыдай алмадым. Осылай сөйлесек бола ма? Бауырларым қорқып қалар. Басқа уақытта болмаса. Үйдегілер келген соң біреу келді деп айтып жүрер. Қазір кете беріңіз деп ішке еніп кетті. Бауырларына көрші апа ғой, қорыққан жоқсыңдар ма? Деп сұрап жүргендей салды. Әдеттегідей би кешінен соң ағайы үйіне жеткізіп салды. Жарты жылдан соң диплом алатынын, өзіне үйленетінін айтудан жалықпады. Бұл сөздерге құлағы үйреніп қалғандай ма, қалай? Бастапқы кездегідей емес, жылы қабылдады. Тек әзірге дайын емес екенін, жоғары оқу орнына түскісі келетінін, өзін оқу бітіргенше күтуін өтінді. Қысқы демалыс аяқталып, ағайы оқуына кетті. Бұл би кешіне баруын доғармады.
Кезекті бір би кешінен соң тағы бір сыныптасы өзім апарып саламын деп алып шықты. Сыртқа беттей бергенде қастарына тағы бір жан ілесе шықты. Қараңғыда танымады. Бөтен жанның ере шыққаны жақсылық емес екенін түсінді де, тезірек үйге апарып тасташы деп сыныптасын жетелей жөнелді. Келесі күні сабаққа келген соң, сыныптасынан кешегі жанның кім екенін сұраса айтпайды. Артынан біле жатарсың деп басын алып қашты. Кім болса да маған енді келмей-ақ қойсын деп сәлем айтарсың деді. Келесі би кештеріне барғысы келмеді. Мемлекеттік емтихандар уақыты жақындап қалды. Соған дайындалу керек дегендей. Мемлекеттік емтихандарын ойдағыдай тапсырып, мектеп бітіру кеші басталған болатын. Сол мектеп бітіру кешінен соң ол жанды көрген емес еді. Өзі асыға тосқан адама еш нәрсенің байыбына бармастан бақытты бол, басқамен демеп пе еді. Бұл болса ағайын тағатсыздана күткен болатын. Әр түрлі қиялдарға берілетін. Сол кездегі ауыл арасында тараған ағайынның жақында үйленетіні, қалада қызы бар екен деген әңгімелерге де сенбеген болатын. Демек ол жан бұның балалық сезімімен ойнаған екен ғой. Тезірек құтылу үшін басқамен сөйлестің деп айып тағып құтылғысы келген екен ғой. Арманы орындалып, басқа қалаға оқуға түсті. Оқуын аяқтаған соң, осында жұмыс табылып қалып қойды. Ауылына да сирек баратын. Көбіне ата-анасы өздері келетін. Кейінірек ол жанның сол жылы үйленгенін естіді. Алғашқы махаббаты болған соң ба, жүрегінің түбінде жылы сезім жасырулы болатын. Бүгінгі кездесуден соң көрген сәтте жүрегі дір етсе де, ол жанның өзіне тиесілі еместігін түсінді. Осынша жыл бойы босқа уақыт жоғалтуда екенін, өзін сүйген жанды жанына жолатпай алшақта ұстап, әуреге салып жүргенін ұққандай болды. Қолына телефонын алып, таныс нөмерді тере бастады. Мен міндетті түрде бақытты боламын деп қайталаудан тайынбады.